Лұқман Хәкімнің баласына айтқан мынандай өсиеті бар екен. Ей балам, екі нәрсені ешқашан есіңнен шығарма. Біріншісі Алланы, екіншісі өлімді. Екі нәрсені есіңнен шығарып жіберуге тырыс. Біріншісі өзіңнің істеген жақсылығыңды біреуге. Екіншісі біреудің саған істеген жамандығын есіңнен шығарып жібер. Басқа бір өсиетінде 4 нәрсені сақта дейді. Біріншісі мәжілісте отырған кезде тіліңді сақта. Екіншісі біреудің үйіне барған кезде көзіңді сақта. Үшінші, дастарханның басында отырған кезде асқазаныңды сақта. Төртінші, жүрегіңді Аллаға ширк қосумен, ширктен және күпірліктен сақта деген екен. Лұқман Хәкімнің даналық сөздері өте көп. Тіпті қасиетті Құранда Лұқман деген